Ақбөкен неге киелі? Адам ата жерге түскенде оның жүзін бір көруге күллі жануар ынтық болыпты. Солардың арасынан алғаш көрген Ақбөкен екен. Адамды көру үшін торғай даласынан жел атауына тоқтамай шауып, 7 күнді жетіпті. Адам ата мен Хауа ана тау етегіне отау тігіп тіршілігін бастап жатыр еді. Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына инжир жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығынан сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. Екі танауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жауырынның саусағымен тарағында денесінен жұпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет дарыды. Желден желгір болды. Мүйізіне 1001 дертке ем болатын қасиет қонды. Пайғамбардың алақаны беліне тиіп еді, ол да құдіретке толды. Буаз кезінде елігінің жынысын қалауына сай өзгерте алатын жануарға айналды. Киіктің арнайы келісіне риза болған Адам ата, «Жануарым, бұйымтайың болса айт, Тәңірден дұға тілеп, мұқтажыңды өтейін» деді. Сонда Ақбөкен, «Төлдегенде құралайым шыбын шіркеге жем болады, одан қалса қасқыр шабады. Даланың шөлі төліме ауырлық етіп, қоң жинай алмай қиналады. Осыған бір шара болса» деді көзі мөлдіреп. Адам ата Жапар хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заматта қабыл болды. Содан бастап Алланың құдіретімен киік төлдір кезде бетпақ далада шыбын шіркейді шығартпас суық тұрады екен. Бұл Құралайдың салқыны деп аталды. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген тәбеті тыйылады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен. Жас киікке арнап даладан түйе табан деген шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдір кезі ғана көгеріп, көктеп кішкене лақтарға азық болады, деседі. Ақбөкен Адам атаны көріп қолынан жем жеп, мұраты орындалған соң сарыарқаға қайтпақшы болды. Сол кезде Адам ата оған, «Сахараға сән болып, құт пен кие мән қонып, өсіп өнсің нәсілің бір құдайым жар болып. Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған залал келтірген арам залар оңбасын. Сайын түзден тап мекен, басқа орнасын бақ мекен, қу медиен түздерге ырыстар Ақбөкен» деп батасын береді. Осыдан соң киікке кие бітіп, қасиетті туыс тағысы саналыпты. Оны нақақ өлтірген қаскөй Адам атаның қарғысына ұшырайды деген түсінік бар. Киіктің де киесі бар, пайғамбарда иесі бар деген сөз осыдан қалыпты. Отбасы хрестоматиясы